Гранат в шоколаденің жасалу жолын көрсетемін. Қазіргі кездегі хит тренд болып жатқан тәттілердің бірі екен. Ендеше осы гранатты жуып, сыртын дәл осылай қылып кесіп аламыз. Кесілген бөлігін алып, жан-жағын осылай кесіп, кішкене тартсаңыз болғаны, езілмей әдемі болып ашылады. Содан соң керек мөлшердегі гранатты ыдысқа салып дайындап қоямыз. Үстіне құятын шоколадты ерітіп, осындай формаға салып қатырсаңыз да болады, немесе пергаменттің үстіне осылай домалақ етіп, үстіне шоколадты құйып қатыра берсеңіздер де болады. Шоколад пен гранаттың дәмі қосылғанда өте ерекше дәм береді екен. Яғни шоколадымыз тәтті, гранат сәл қышқылдау. Дәмі енді бір ерекше, жасап көрсеңіздер болады. Екі ғана заттан тұрады, өзі бір 15 минут қана жасалу жолы. Тек қатырған кезде сәл жарты сағатқа ғана қатырдым. Осындай болып шықты. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ас болсын.